Сәлеметсіздер ме, балалар? Балалар, мен сендерге қазір жұмбақтар жасарамын. Ең айлакер аң қандай? Ең қорқақ аң қандай? Балды жақсы көретін аң қандай? Жұмбақтардың жауабы: ең айлакер аң түлкі, ең қорқақ аң қоян, балды жақсы көретін аң аю. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін біз сендермен жануарлар туралы әңгімелесеміз. Айтыңызшы, бұл жануарлар қайда тұрады? Дұрыс, бұл жануарлар орманда тұрады. Орманда тұратын жануарларды қалай айтады? Дұрыс, орманда тұратын жануарларды жабайы аңдар атайды. Орманға барайық, онда тағы кім тұратынын көрейік. Балалар, біз қараймыз және тыңдаймыз. Әр жануардың өндерін есте сақтаймыз. Аю. Қоян. Кірпі. Түлкі. Қараңыздар, балалар, бұл клавиатура. Әр перне дыбысты шығарады. Сол жақта төмен дыбыстар. Оң жақта жоғары дыбыстар. Жоғары мен төмен дыбыстар арасында орташа дыбыстар. Балалар, қалай ойлайсыңдар, музыкада әуездің бейнесін суреттеу үшін қандай дыбыстарды қолдану қажет? Дұрыс жауабы: төмен дыбыстар. Қоянның бейнесін суреттеу үшін қандай дыбыстарды қолдану қажет? Дұрыс жауабы: орташа дыбыстар. Құстардың бейнесін суреттеу үшін қандай дыбыстарды қолдану қажет? Дұрыс жауабы: жоғары дыбыстар. Ал енді кімнің әні деген ойынды ойнайық. Барлық аңдар қашып кетті, тығылды. Кім орманда тұрады? Орман аңдарының дыбыстары арқылы олардың аттарын анықтаңдар. Балалар,
Күз туралы ән айтайық. Ең алдымен тыңдаймыз. Орманда біз келеміз, жапырақты тереміз. Қызыл жапырақ, сары жапырақ, түрлі түсті жапырақ. Ал енді менімен бірге қайталайық. Орманда біз келеміз, жапырақты тереміз. Қызыл жапырақ, сары жапырақ, түрлі түсті жапырақ. Жарайсыңдар балалар, сау болыңыздар.